Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу. 54-ші сабақ. 61-64-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біз қиялдай аламыз. Құра. Суретке қарап, қиял ғажайып әңгіме құрап айтыңдар. Мына жерде екі түрлі сурет берілген. Сол суреттерге сәйкес әңгіме құрап көрейік. Бұрынғы өткен заманда Толағай деген батыр баланың ауылында құрғақшылық белең алыпты. Құрғақшылықтың үлкен, қатты болғаны сонша, жердің беті су көрмегеннен жарылып, жыртылып, ағаштар қурап, малдар шөпсіз, сусыз қалыпты. Адамдар шөлден қиналып, киіз үйлерінен шыға алмай өле бастайды. Мұны сезген Толағай өз күшіне, ақылына сеніп, суды іздеп жолға шығады. Көп жүріп, бір жерге тоқтаса, судың ағып жатқанын көреді. Содан өз елін, жерін ойлап, Толағай бар күшін білегіне жинап, «Уа Алла, мені қолдай көр» деп, жерді тау тасымен, өзен көлмен бірге көтеріп алады. Содан оны өз ауылының үстіне әкеліп көтеріп тұрады. Су іздеген барша тірі жан суға қарық болып, Толағайға алғыстарын білдіреді. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыздың авторымен танысайық. Әбділда Тәжібаев. 1909-1998 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, драматург, Ақмешіт, яғни бұрынғы қазіргі Қызылорда қаласында дүниеге келген. Балаларға арналған өлеңдері оқуға жеңіл, қызық. Ақынның табиғат құбылыстары туралы Алтынай, Көкек, Жаңбыр, Қыс ата, Қыс пен жаздағы басқа өлеңдері бар. Әбділда Тәжібаевтың Толағай өлеңіне тоқталайық. Бұл өлең балалар ықшамдап алынды. Сонау ертіс жағасында болған біреу саржан атты, жұбайы да өзіне сай атай сұлу ақмаралдай. Дүниеге бір бала келді, 30 күндік мерекені естен кетпес берекені сыйлауға ала келді. Ақсақалдар қол көтеріп, жас бөбекке бата беріп, Толағай деп қойыпты атын. 7 жаста садақ атты, атқан оғы тас суатты, жай отыннан кейін емес темірден де өткізеді. Жылдар өткен жазғытырым, басталды бір жаман ырым, жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүлбай шешек, еркін өспей қурады шөп. Ел күйзелді ем таба алмай, жалбарынды тілеп жауын, көкжиектен көзін алмай сезген мұны Толағай да сабырсыздық болды пайда. Қайтсем жауын жаудырамын, ел сусынын қандырамын. Көп етпеді бір күндері, шешесіне еркеледі, тағы да бір сұрауым, көп жауады қайда жауын, білсең апа айтшы деді, айғақ ете үлкендерді. Ал апатайы жауап берді, деген сөз бар тауда тандыр, қарлы шыңды тау жерінде, тарбағатай өңірінде үзілмейді жылда жаңбыр. Толағайды тыңдап алды, екі беті гүл-гүл жанды, кідірмеді жүріп кетті, асқар тауға келіп жетті. Таңдап жүріп тау жотасын, талғай қарап орман тасын, көңіл сеген бір шатқалды ұзақ ырғап бөліп алды. Арқасына салды дағы, келген ізбен қайта оралды. Арқалады ауыр тауды, маңдайынан тер көл боп ақты, жеткенше дем алмаймын деп шаршаса да тоқтамапты. Тау жақындап қалды келіп, бүйірлағы бұлт өңеріп, таңданысты көрген адам Толағайлап шулап қалық. Қуанбаған қалмады жан, құйды жаңбыр сел боп ақты, күн күркіреп шатырлатты. Шөлдегендер суға қанды, ауыл қайта ажарланды. Күнін кейіп шөккен кезде сүрінді алып әлденеден, кетті құлап тұра алмады, қайта қару қыла алмады. Апа, деді жалғыз ғана, тауда басып шөге берді, апасы жас төге берді. Ауысыпты заман талай, аталғалы тау Толағай, соны үлкендер ерте кеткен. Өлең түсінікті болса, салыстырайық. Кесте бойынша салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Қандай ұқсастығы бар? Біз құраған әңгімемен және біз оқыған Толағай жыры. Олардың ұқсастығы екеуінің де тақырыбы Толағай. Екінші, екі әңгімеде де елін құрғақшылықтан құтқару үшін жаңбыр жауғызады. Екеуі де қиял ғажайып ертегі болып табылады. Айырмашылықта менің құраған әңгімемде Толағайдың соңында өзі мерт болатыны туралы айтылмады. Ал Толағай жырында елін жерін қуантқанымен қоймай, Толағай сол елінің жерін ойлаймын деп өзі соңында мерт болған болатын.
ізден. Жырдан толағайдың ерлігін суреттеудегі әсірлеуді тауып оқыңдар. Ол мына үзіндіде кездеседі. Арқалады ауыр тауды, маңдайынан тер көп боп ақты, жеткенше дем алмаймын деп шаршаса да тоқтамапты. Біліміңді қолдан. Әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген кейіпкер қайсы? Бізге екі түрлі сурет берілген. Бірінші суретте Қобыланды батыр, екінші суретте көлеңкеде демалған жолаушы. Әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген кейіпкер ол Қобыланды батыр. Жырды оқығанда қандай сезім пайда болды? Толағай жырын оқығанда батырлық сезімі, мейірімділік, елге, жерге деген жанашырлық, қуаныш сезімі пайда болды. Еліме әрдайым көмек бере алсам, осындай Толағай сияқты жақсылық жасасам, арманым жоқ деген сезім пайда болды. Дәлелде, Толағайдың бейнесінде қиял ғажайып белгілер бар ма? Иә, Толағайдың бейнесінде қиял ғажайып белгілер бар. Себебі ол тауды көтеріп алып кетті дейді. Ол қиялға жатады. Иә, біз шын өмірде үлкен тауды жермен қоса көтеріп ала алмаймыз. Сол себепті бұл жырда қиял ғажайып ертегілеріне жатады. Толағайдың ерлігі батырлар жырындағы қай кейіпкерге ұқсас? Толағайдың ерлігі батырлар жырындағы Қобыланды батыр кейіпкеріне ұқсайды. Қорытындыла, Толағайдың ерлігінен кейін туған жері қалай өзгерді? Толағайдың ерлігінен кейін туған жері суға қанып, өсімдіктер, шөптер гүлге оранып, жердің бәрі айнала көгеріп, шөлдеген адамдар суға шөлдерін қандырды. Толағайдың елі қуанышқа кенеліп, табиғат жасыл желекке оранды. Осылай Толағайдың елі керемет өзгеріске оранды. Соңғы тапсырмасы үлкендердің көмегімен Толағай тауы туралы деректі ізде, тауып еліміздің қай облысында екенін анықтап әңгімелеуге дайындал. Бірнеше түрлі мәліметтерге тоқталып кетейік. Мынау сол Толағай тауы болып саналады. Бұл Толағай халық аңызы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы тау атауына байланысты аңыз. Көп адамдардың Толағайды таң қалдырған Толағай тауы деп те атауы бекер емес. Немесе мына деректі қолдансам болады. Толағай әдеби ертегісіне арқау болған Толағай тауы Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауылында солтүстікке қарай 12 шақырым жерде орналасқан жеке шоқы. Қалба тауының бір бөлігі биіктігі шамамен 700 метрдей. Толағай тауынан бастау алған бұлақтар Шегелек өзеніне қосылады. Осы түрлі бірнеше мәліметтерді өзім сабақта қолдансам болады. Олай болса бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.